Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Арс. Бүгін біз Roblox ойынын жалғастырамыз. Бүгін біз гараж сатып аламыз, контейнер ма, или қалай айтсақ боламыз. Аукционға қатысамыз ғой. Так, мынау менің үйім. Ішіне кіріп көрейік. Так, ішінде адам жоқ. Мына жерге зат қойып сатсақ болады. Үй емес, магазин ғой мынау. Әзірше адам жоқ бізде. Так, мына жерде мен $7653 жинақ қойдым. Мынау біздің инвентарымызда ештеңе жоқ. Мына жақта көтерсек болады. Мынандай суат анау-мынау. Әзірше керек емес бұл. Так, шоп магазин. Осы мынау біздің магазиніміздің ішіне ремонттауға болады. Былай қозғап, тұра берсін. Ал достар, ендеше бірінші біздің аукционымызға кеттік. Басында осылай басталады. Мынау ең арзаны, Фык. Бізде $7000 болған үшін біз қазір мынаны ойнаймыз, міне $7000. Ал кеттік, ал. Бастайық, 10 секунд күтеміз. 10 секунд ішінде достар, сіздер арнаға тіркеліп, лайк басып, осы видеоға комментарий жазып кетсеңіздер. Ал біз бастайық. Так, 4 адамбыз. Гаражың ішінде не бар? Саксофон, музыкальный заттар бар. Так, $2000 дейді, 2200 кеттік, ал біз 2600. Че там, тоқтарың жете ма 2800-ге? Ешкім доқ жетпейді сияқты, мынау біздікі ғой. Бірінші контейнеріміз, құтты болсын, гаражымыз. Мынау екіншісі. Так, мына жерде фонарик, коробка бар. Бұны да алып көрейік, может, плюс тағамыз. $1700. Так, 1900. Мәссаған. Ё-майо, мыналар қатты кетті ғой. Мә онда. $2600. Че там? Все, ұттық. Нормально. Так, үшіншісіне біздің ақшам жетпейді жар, енді бай дейді. Жетем әкет. Так, коробка, клеен коробка. Жеткенше ойнақ көрейік. Жетпейді екен менде уже. Скипті басып тастаймыз онда. Так, мынау біздің гаражымыз. $2600 қалдық. Барып оны сатамыз. $2736 плюстамыз. Ал мынада. Так. Нормально, $400. Общий $500 плюста екенбіз. Бәрін сат жібереміз. Вот, достар, осылай. Бірінші орында бізде, так, 190 000-мен біреу тұр екен. Біз примерно бір 5-ші орында тұрмыз. Так, енді тағы бір рет ойнайық, 14 000 керек мынаған. Тағы бір 7 000-ға ойнақ көрейік. Так, 5, 4, 3, 2, 1. Осы может. Тағы бір нормаль зат отырамыз. Сейф бар екен яқта. Мынаны алу керек сияқты жөді. Кеттік осына до конца. Мәсәл, $3000, 3300, 600. Мә онда. Че там? Мә онда. $6400. Е-майы. Базар жоқ. $6400-ды ақтаймай дейір. Қалғандарына скипті бастаймыз. Себебі бізде оған ақша жетпейді сыратуға. Так. Фык. Мынанда тоже өткіз жеріміз. Бізге қызық емес болар. Так. Түк. Ал көрейік ал. Мәсән. Ё-майо, минус $200. Еще проценті бар ғой. По идее, минус 40 кеттік, достар. Ниче. Так, тағы бір рет ойнап көреміз бә. Мынау менің көршілерім. Уже үлкен екен магазиндер. Ішіне кіруге болады екен көршілердің үйіне. Вау. Мынаны сатып алуға ма типа.
Понятно. Так, завод істеген заттарды. Окей, тағы бір рет ойнап көрейік ау. Так, бізде тағы бір контейнерге қатысайық, то есть гараж $7000 мен. Так, мына жерде ноутбук бар, картинка бар, палатка бар. Примерно бір $3000 дейін ойнауға болатын сияқты. Хотя $2000 дейін ба. Мәу, соңғы ставка. Ничего болды, ала берсін. А то минусқа кететін сияқтымыз что-то. 2800, а жоқ $2600 нормаль сияқты, или алып қаламыз ба? Үлгермей алдық та уже. О, мопед бар екен. Мусор. Так, и коробка бар да. И мынау бензин сияқты. Короче, бұны ойнау керек қой. Мопед табу керек қой бізге. Чё там? Сразу мане $3000. Базар жоқ. Ой, рахмет. Так, үшіншісі мәсі бомба жатыр. Наяқта жалқы, компьютер, системный блок жатыр. Мә онда. До конца осыны алып кетейік онда хотя бы. Ақшамыз жеткенше. Походу біз ұтқан сияқтымыз ғой $3600. Так, сол баяғыдай. Бізден басқа ешкім алмайды сияқты осы барды. О, так, $3528 оқып қойырдық қой, короче. Нормально. Так, мопед $1000 сатылады екен, короче, бәрін бірге сатып жібереміз. Все, 7200. Ақшамыз что-то көбеймей атқан сияқты да. Так, мынандай ашып қарауға болады екен. Бірақ ол үшін бізге 11000 керек болады. Так, мына жерде... Короче, давай моданы ойнап көрейік. Қатысу $100 екен. Мынау 150 еді. Так. Мәссаған. Зат көп сияқты алманың ішінде. Печка. Кухня ғой, короче. Алып көрейік. $3000 дейін ойнап көрейік. 2600. Что там? Все, по идее, біздікі уже. $2600 тоғыдық. Нормально. Так, екіншісі... Мынада дым жоқ қой ішінде, е-мое. Короче, мынаны примерно бір $2000 дейін ойнасақ болады сияқты. $1000 да өтпейді сияқты ғой. $750 аттық бір екен, базар жоқ. Так, үшіншісі қалды, оны да алып кетсек, $1400 қалды бізде. Так, мынада коробка көп екен да. Унитаз тұр ғой, еще ямай. Бізде $650 қалды. Бот, біздің ақшам жетпейді болған. Так, окуп. О, хотя бы окуп $100. Ал мынада 2500, ё-моё, минус қырдық. Че-то минус қырдатқан сияқтымыз, ақшамыз көбейіп емес, азайып отыр ғой. Так, онда бір айналып көрейік. Мынауын сәт екен. Сырт әдемі екен. Ішіне көрейік. Вау, мынауын жат. Мынау типа мировой бірінші орында тұрған адамдар сияқты ғой да. Так, короче, енді біз... Так, мына жақта тағы бірден бар екен. Шелвес ба, короче, сондай бірден. Так, бұның ішінде не... Вау, мынау жат. Типа мебель да. Мынандай конфет, короче, заманауи, типа. Мәсән, кристалл. Так. Мынау чо? Самолет па не? Военный фык. Шам деп тұр ғой. Короче, мына сатып алуға екен. Қайсын сатып аламыз? Бізде 70 кристалл бар.
Короче, онда біз әдемісін сатып аламыз ғой, қымбатын. Қымбат болғанда, қымбатын ақшам жетпейді екен, то есть кристалл. Мынаны сатып ала салайық. Или мынау ма? Жоқ, мынау ұнап тұр, что-то маған. Фак. Все. Так, енді үйімізге барып қойсақ болады. Так, жүгіреміз. Инвентарда тұрама екен, или қалай екен, қазір көрейік. Үйдің ішіне кіріп. Так, edit shop. Вот, міне шықты. Короче, мебельдерді қойып тастасақ болады екен әр жерге. Так, короче, тұра берсін дайық. Что-то түсінбедім, бұлар не үшін керек, ішіне не салады. Достар, сонымен осы видеоны бүгін аяқтаймыз. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз осылай аукционға қатыстық, короче, гараждар сатып алдық. Қатты бір байып кеткен жоқпыз, плюс да емес сияқтымыз что-то. Нормально, короче, ойнақ көрдік. Так, тағы осы ойын түсірейін бе, керек емес пе? Соны жаза кетіңіздер, сіздермен бірге болған Арс. Сау болыңыздар, достар.